Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен тікелей эфир өткізбегеніме, инстант түсірмегеніме біраз уақыт болып қалған екен. Бүгін соның сәті келді. Сол баяғы әдеттегідей мен сіздерді төменге емес жоғарыға сүйрейтін, әрқашан қалауларыңыздың орындалып, ақша жағынан қысым көрмей, бай қуатты өмір сүрудің, әрқашан позитивті энергияда жүрудің, мұңға батпай, төменге түспей, депрессияға түспей, ештеңеге материальный мұқтаждыққа таршылық көрмеудің жолдарын үйретіп жүрген адаммын. Сондықтан сіздерге тағы да бір инсайт, тағы да бір керемет кеңестер айтайын. Қалауларыңыздың тез орындалып, қаржылай қысым көрмейін десеңіз, әрқашан жолыңыз болып, төрден орын алайын десеңіз, кез келген ситуацияда жоғарғы дәрежеде өзіңіздің қалағаныңыздай, армандағаныңыздай, арманыңыздағы өміріңізді сүргіңіз келетін болса, бұның инструкциясы, вообще құралдары жаңағы бір 3-ақ нәрседен тұрады. Бұның құпиясы деп айтайын. Ең бірінші Алладан көп кешірім сұрау. Екінші зікір ету, үшінші салауат айту, садақа беру. Зікір, садақа, салауат бір. Садақаны 100 теңгеден бересіз, 50 теңгеден бересіз, біреуге көңіл айтасыз ба, біреуге ақыл айтасыз ба. Ақыл айтқан дегенде сөзбен ғана емес, көңілін көтересіз ба, ой түсіп, ойға шомып отырған жерден бір жақсы бір көңіл күй сыйлайсыз ба, жалпы біліміңізбен бөлісесіз ба, істеп жатқан ісіңізбен, үйіңіздегі асыңызбен бөлісесіз ба, кез келген дүние садақа. Ол міндетті түрде 10 мың, 15 мың, 20 мың, 5 мың немесе біреудің қажеттілігін толығымен жауап беру деген нәрсе емес. Бірақ сіз қолыңыздан шығара білу, садақа жасай білу, ештеңені жүрегіңізге түсіріп алмаудың жолдарын білсеңіз болған. Сол үшін әрбір кез келген бір садақаны берген кезде ішіңізден ниет етіңізде, Алла осының сауаптарын маған еселеп қайтаршы деп ниет етіңіз. Үзбей садақа беріп тұрыңыз. Және тіліңізді әрқашан зікірден, салауаттан тыймаңыз. Қанша мүмкіншілігіңіз бар, қаншалықты мүмкіндігіңіз бар, қаншалықты айта аласыз, соншалықты мәрте айта беріңіз. Салауат деп жазсаңыз барлық жерде шығады. Дұрыс айтылуы, дыбысталуы, жазылуы, арабшасы, қазақшасы қазір кез келген жерде толып жүр. Сондықтан оны егжей-тегжей айтпай қойын, толығымен ізденген адам тауып алады. Содан әр күн сайын Алладан үлкен кішілі кінәларымызға, ойымызбен, тілімізбен болған, көзімізбен болған, жалпы кез келген қателерімізге кешірім сұрап жүретін болсақ, әр ісіміз оңынан болады екен. Ендеше салихалы құлдардан болыңыздар, жүректеріңіз тыныш болсын, қаржыларыңыз әрқашан қалталарыңызда көбейіп, бай қуатты өмір кешіңіздер.